Сәлем достар, сіздермен бірге оңай каналы. Күн сайын сарымсақ жесе не болады? Сарымсақ бұл әрқайсымыз өмірімізде жеп көрген көкөністердің бірі. Біз оған үйреніп қалдық, сондықтан біз бұл өнімнің бірегейлігін байқамаймыз. Сарымсақтың пайдалы қасиеттері суықтан қорғаумен шектелмейтінін сіз білдіңіз бе? Егер де білмеген болсаңыз, видеомызға лайк басып, ары қарай жалғастырайық. Бірінші, иммунитетіңіз көтеріледі. Сарымсақ вирустар мен суықтан қорғайды. Біздің әжелеріміз бұл туралы білді. Енді ғалымдар халық даналығын растады. Қыста ауырмас үшін сарымсақты үнемі жеу керек. Себебі оның құрамында көптеген дәрумендер, пайдалы майлар мен амин қышқылдары бар. Ал аллицин бактериялар мен санаурқылақтарды өлтіретін органикалық қосылыс. Біліп жүріңіз, сарымсақ сізді аурудан қорғауға кірісуі үшін ең алдымен балғын, яғни свежий болуы керек. Аллицин тек өсімдік жасушаларының механикалық бұзылуымен, яғни кесілген немесе басылған кезде пайда болады. Егер сарымсақ тұтастығы бұзылса, оның компоненттері араласып микробқа қарсы қосылыс түзеді. Отқа пісіру немесе оны қайнату сарымсақтың барлық пайдалы қасиеттерін өлтіреді. Екінші, қан қысымыңыз қалпына келеді. Егер сіз жоғары қан қысымынан зардап шегетін болсаңыз, диетаңызға сарымсақ қосыңыз. Ол қан тамырларын кеңейтеді және қан қысымын төмендетеді. Қысыммен бірге бас ауруы және жүрекке жүктеме жоғарылайды. Гипертониямен күресу үшін күніне 4 түйір сарымсақ жеу керек. Сонымен қатар, сарымсақ қандағы жаман холестерин деңгейін 10-15%-ға төмендетеді. Бұл біз үшін нені білдіреді? Жүрек ауруы немесе инсульт алу қаупі 2 есе азаяды. Ескертеміз, бұл әдісті жалғыз терапия ретінде қолдануға болмайды және оған негізделген сарымсақ немесе диеталық қоспаларды қолданар алдында дәрігермен кеңесу керек екенін ескертеміз. Үшінші, миыңыз бұрынғыға қарағанда жақсырақ жұмыс істейді. Теорияға сәйкес, адамның денесі мен миы химиялық тотығу реакциясына байланысты қартаюда. Біз тамақ пен оттегін жағамыз, оның орнына энергия өндіреміз. Бірақ уақыт өте келе, бұл процесс жасушаларды бұзады, тері босап кетеді. Ал ақыл бұрынғыдай өткір емес бола бастайды. Антиоксиданттар шамадан тыс тотығу мен жастықты сақтауға көмектеседі. Фармацевтикалық компаниялар жалған ақшаға антиоксидантты қоспалар сатады. Кәдімгі сарымсақтың құрамында мидың қартаюына жол бермейтін көптеген компоненттер бар. Және ол біз үшін өте арзан. Жоғары жастағы адамдар оны қолданған кезде Альцгеймер қаупінен аулақ болады. Ал жас адамдар есте сақтау қабілетін және мидың жұмысын жақсарта алады. Бұл үшін сарымсақты үнемі жейді. Төртінші, төзімділікті арттырады. Сарымсақ жүрек пен бұлшық еттерді тиімді жұмыс істеуге мәжбүр етеді. Егер сіз спортпен шұғылдансаңыз, онда бұл өсімдікті жеу сіздің нәтижелеріңізді жақсартады. Ежелгі Грецияда ешқандай допинг туралы естімеген олимпиадашылар сарымсақпен тамақтандырылды. Сондықтан да олар қарсыластарынан гөрі жақсы нәтижеге жетеді. Алайда спорттан алыс адамдар үшін де бұл өнім өте пайдалы болып келеді. Ол шаршауды жеңілдетеді, өнімділікті арттырады және суық мезгілде өмір сүруге көмектеседі. Бесінші, сіздің шашыңыз бен теріңіз қалпына келеді. Сарымсақ шашты ұзын, қалың етеді және тіпті аллопецияны емдейді. Рас, бұл әсерге жету үшін оны бас терісіне жағу керек. Бақытымызға орай косметика өндірушілері иіссіз шашқа сарымсақ майын жасауды үйренді. Ал теріге келсек, фибробласттар, яғни терінің жанаруына жауап беретін жасушалар сарымсаққа оң әсер етеді. Табиғи коллаген мен эластин өндірісін құру үшін күніне 2 түйір сарымсақ жеу жеткілікті. Алтыншы, тіс ауруына да көмегі зор. Антибактериалды және антифункционалды қасиеттеріне байланысты сарымсақ ауыз қуысына пайдалы. Ол зиянды микробтарды өлтіреді. Соның салдарынан шөгінділер пайда болады және қабынған қызыл иектерді емдейді. Бұл пайдалы өнім кариес қаупін азайтады. Егер сіз үнемі сарымсақ жесеңіз, онда сіз тіс дәрігермен сирек кездесетін боласыз.
Және де келесі, сіз салмақ жоғалта бастайсыз. Фигураны ұстанатындар үшін бұл өте пайдалы. Сондықтан да аджайын күрделі химиялық реакциялар нәтижесінде қандағы арнайы ферменттерді белсендіреді және дене майын жояды. Мүмкін қартаюға қарсы дәрі-дәрмектер жақын арада қарапайым сарымсақтан жасалуы мүмкін. Дұрыс тамақтанбау кезінде сарымсақ тез салмақ жинауды тежейді. Дұрыс емес тамақтану арқылы ағзаға түсетін артық калория күйіп кетеді. Әрине, егер сарымсақ деңгейі жеткілікті болса. Тіпті мұндай суперфудтың қарсы көрсетілімдері де бар. Кейбір жағдайларда сарымсақ қауіпті болуы мүмкін. Дәрігерлер жүктілік пен лактация кезінде сарымсақты көп жеуге кеңес бермейді, ал 7 жасқа дейінгі балалар оны қалыпты мөлшерде тұтынуы керек. Жоспарланған операциялардан 2 апта бұрын сарымсақ жеуге болмайды. Ол қанды сұйылтады және қан кетуіне әкелуі мүмкін. Теріге тиген кезде сарымсақ және оған негізделген өнімдер күйік тудыруы мүмкін. Қолданар алдында дәрігермен кеңесіңіз. Жануарлар үшін бұл улы, әсіресе мысықтар мен жапондық ит тұқымдары үшін. Дәрігерлер сау адам қорықпай, күніне 4 түйір сарымсақ жеп, өзін жақсы сезінеді дейді. Сіз тамаққа сарымсақ қосасыз ба? Немесе өткір иістен қорқасыз ба? Осы сұрақтарға видео астындағы комментарийге жауап берсеңіз болады, достар. Осымен бүгінгі видеомыз тамам. Сіздермен болған оңай каналы. Келесі кездескенше, достар.